Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Мысалы, ойлап қараңыздаршы, қазіргі кезде Ресей мен Украина арасындағы соғысқа 3 жыл болып қалды, шамамен 3 жылға жуық Ресей мен Украинаның арасында қырғын шайқастар болып жатыр. Міне осы оқиғалардың кезінде Қазақстанның сонау соғыс басталғаннан бастап салып келе жатқан бейтараптық саясаты әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Әрине, бұл бір жағынан мақтауға да тұрарлық. Бірақ мен бұл жерде бір мақтайтын нәрсені емес, өзгерістерді алып қарайықшы. Мысалы, мына тмд мемлекеттерінің өзгерісін алып қараңыздаршы. Не өзгерістер болды соғыс басталғалы бері? Ең үлкен өзгеріс, ол бірінші өзгеріс, бұл Армения. Арменияның ОДКБ-ға есігін тарс жауып шығып кеткендігі. Өздеріңіз де білесіздер, Никол Пашинянның қатқыл мәлімдемелері Армения билігінің ОДКБ-ға есігін тарс жауып еуропалық мемлекеттерге қарай жақындауы, Еуроодаққа қосылуға деген үлкен ұмтылыстар болып жатыр Армения билігінде. Ал бұл нені білдіреді? Бұл әрине Кремльдің қытығына тиетін нәрсе. Алайда қазіргі кезде Украинамен басы қатып жатқан Путиннің бұған алаңдауға мұршасы болмай жатыр. Яғни Украина мәселесін реттеп алғаннан кейін ғана Путин Армения ісіне кірісуі мүмкін. Алайда оған дейін Арменияда үлкен мүмкіндік бар. Пашинянға қарсы қатты бір батылдық танытатындай Кремльдің қазіргі кезде күш қуаты жоқ десек болады. Мына жақта Еуроодақ мемлекеттері, мына жақта Америка Украинамен басы қатып жатыр. Енді екінші үлкен өзгерісті біз қай жақтан көрдік? Бұл Әзірбайжан. Әзірбайжанда Русский домның былайша айтқанда шаруасы бітті деуге болады. Русский дом өзінің атқаратын қызметін жақсы білесіздер. Бұл Ресейден тысқары жерде жатқан неше түрлі мемлекеттер бар, оның арасында Қазақстан бар, басқа да түрлі тмд мемлекеттері. Соның арасында Әзірбайжан. Русский домның мақсаты бұл сондай мемлекеттерге орыстың тілін, дәстүрін, салт дәстүрін бар, жалпы орыс жан дүниесін насихаттайтын ұйым. Русский дом. Аты да айтып тұр, Россотрудничество. Міне осы ұйымға Әзірбайжан тыйым салу туралы шешім қабылдады. Неше түрлі құқықтық негіздерді алға тарта отыр. Ресми нотаның жібергенін деп хабарлаған болатын. Енді қараңыздар, Әзірбайжанның қалайша Русский домның шаруасын бітіретіндей қауқары жетті дедік. Ол әрине Түркияның ықпалының Әзірбайжанда арта бастағанын біз Қарабақ соғыстарынан кейін анық байқадық. Түркияның саяси ықпалы Әзірбайжанға үлкен қолдау көрсетіп отыр қазіргі кезде. Және Әзірбайжан билігі өте қатқыл мәлімдеме жасады Ресейдің тарапына. Және осы екінші үлкен мәселеге де Кремль қабақ шытқанымен Әзірбайжан билігі тарапына неше түрлі өтініштер айтып жатыр. Россотрудничествоны кәдімгідей мемлекеттік тіркеуден өткізуге байланысты көмек беріңіздер деген сияқты. Алайда Әзірбайжан тарапы мойын бұрмай отыр. Бұл Кремльдің қытығына тиетін нәрсе. Бұл екінші нәрсе, бірақ бұған да Путиннің қазір қарайлайтын шамасы жоқ. Тағы да сол Украинамен арадағы соғыстан басын ала алмай жатыр мына жақта. Үшінші үлкен мәселені біз қай жақтан көреміз? Бұл Молдова мемлекеті. Молдова мемлекетінің басшылығы елінде Русский домның есігін тарс жабамыз деді. Бұл нені білдіреді? Бұл Молдова билігінің Путинді осы кезге дейін диктатор ретінде қабылдауын және Путиннің агрессиясын ашық сынға алған мемлекет. Бұл Молдова мемлекетінің ашық түрде Ресейдің жасап отырған Украина жеріндегі қанды қырғынына жасалған жауап десек те болады. Өйткені осы кезге дейін Молдова басшылығының Путинді агрессор деп айыптағанын және Ресейдің қанды қырғынын бүкіл әлемге масқаралап отырғанын да жақсы білесіздер. Кішкентай Молдова мемлекеті осындай үлкен қадамға барып отыр. Бұл да ойлантарлық нәрсе. Міне осындай үш үлкен өзгерісті байқадық. Және әрине толып жатқан үлкен өзгерістер бар. Мысалы, өзбек билігі өзінің ішкі істеріне Ресейді араластырмады, неше түрлі мәлімдемелер жасап.
Оны да жақсы білесіздер, иә. Енді бірақ бұл жерде айтайын деп отырған мына мәселе. Тоқаев Германия канцлері Шольцпен кездескен кезде үлкен бір мәлімдеме жасады. Оны сәуегейлік дейсіз бе, алдыға жасаған болжам дейсіз бе, әлде Тоқаевтың бейтараптық сақтау мақсатына айтылған сөз дейсіз бе, оны өзіңізге қалдырдық. Бірақ Тоқаевтың айтқан сөзі бар сол кездері. Ресей әскери тұрғыдан жеңілмейді деді. Батыс мемлекеттері Қазақстаннан қандай да бір Ресейге қарсы көмек алуды ойластырған болатын. Ол көмекке Белоруссия президенті Лукашенконың да арандатуға толы сөздерін жақсы білесіздер. Бірақ ресми Астана екі жаққа да иілмеді. Батысқа да, Ресей тарапқа да. Лукашенконың мәлімдемесіне де қатқыл жауап берген болатын. Және сонымен қатар батыс мемлекеттерін айтты. Ресей әскери тұрғыдан жеңілмейді деген үлкен сәуегейлік айтты Тоқаев. Енді біз нені байқап отырмыз сол сөзден кейін? Не өзгерді, не өзгермеді? Расында да қазіргі кезде Америка билігі Трамп басшылыққа келгеннен бастап ымыраластыққа жол ашты. Ресей мен Украинаның арасындағы келіссөздердің басталуының ниетті екенін көрсетті Трамп, және Киевті итермелегендей қылды келіссөздерге. Тіпті оның пайдалы қазбаларына қол салғанын да білесіздер. Бірақ Зеленский ашық қарсы шықты оған. Трамп Путинді тоқтата алатын жалғыз мен деді. Сондай мәлімдеме жасады жақында ғана. Әлемде Путинді тоқтата алатын тек мен ғана деді. Бұл өз қызметін асыра бағалап отырғаны ма, мақтаншақтық ма, әлде шынайы жағдай сондай болып тұр ма? Ол жағы белгісіз, бірақ Америка ашық қақтығысқа барудан бойын аулақ салды. Соның үлкен белгісі ретінде біз оны қандай нәрседен білдік? Бұл жақында ғана білесіздер, мына Европаға келген кезде мына НАТО елдерінің көшбасшыларына мәлімдеме жасаған болатын. Украина қандай да бір жолмен НАТОға кіре алмайды деді. Дипломатиялық жолмен НАТОға кіру мүмкін емес деді Украинаға. Яғни НАТО осы кезге дейін Украинаның сілекейін шұбыртып келген НАТО есігін тарс жапты Украинаға. Бұл нені білдіреді? Бұл Путиннің қойып отырған бірінші талабының орындалғанын көрсетеді. Өткен жол білесіздер. Путин соғысты тоқтатуға байланысты өзі бірнеше талап айтты. Соның негізгілерінің бірі бұл НАТОның құрамына Украинаның кірмеу керек деді. Украина НАТОға алынбау керек деді. Бұл бірінші талап Путиннің. Екінші талабы бұл шетелдік контингенттер Украина аумағына орналаспау керек деді. Бұл екінші талап. Үшінші талап бұл Ресей әскері басып алған территорияны Украина мойындау керек деді. Яғни ресейлік әскер Украина жерінде осы кезге дейін басып алған аймақтарының біраз бөлігін ресми Киев мойындау керек деді, Ресейдің жері екенін. Осынау талаптар Зеленский тығырыққа тіреді. Және Трамп та Зеленскийді келіссөзге әкелгелі тырысып жатыр. Бұның барлығы нені білдіреді? Сонда Тоқаев алдын ала біліп отырғаны ма? Ресейдің әскери тұрғыдан жеңілмейтін. Өйткені Трамптың бүкіл әрекетін қарасаңыздар, компромиске бейім екенін байқадыңыздар. Барынша Ресейден аулақ отыруға, яғни барынша Ресеймен ашық қақтығысқа барудан бас тартып отырған көшбасшының моделін көреміз. Байденнің кезіндегідей емес. Байденнің кезінде қандай қырғиқабақ соғыс болса Ресей мен Украинаның арасында, қазіргі кезде Ресей мен Украинаның арасында келіссөздерге жол ашылып жатыр. Бұл Трамптың компромисс тылға екенін көрсете ма? Әлде расында да Тоқаевтың жасаған болжамының шындыққа айналып жатқанын көрсете ма? Сонда расында да Американың өзі, Еуропа мемлекеттерінің өзі Ресейге әскери тұрғыдан шамасының жетпейтінін көрсете ма? Тоқаев мұны қайдан біліп отыр деген сұрақ.